Ассалаумағалейкум, қаны бір қандастар, жаны бір жерлестер. Ассалаумағалейкум, достар, бауырлар, құрметті қонақтар. Баршаңызды бүгінгі халықаралық конференцияның болуыменен құттықтаймын. Біз қазақ халқы, өзбек халқы, өзге де түркі халықтар қаны бір қандаспыз. Қанымыз бір, жанымыз бір, дініміз бір, тіліміз бір, дәстүріміз бір. Сондықтан мен өзімнің баяндамамды қазақ тілінде оқуға рұқсат етіңіздер, сіздер толықтай түсінеді деген ойдамын. Егер түсінбей жатқан болсаңыздар, ол әрине біздің жазуымыздың әртүрлілігінен. Біз қазақ, өзбек халқы бірдей сөйлейміз, бірақ әртүрлі жазамыз. Сол әртүрлі жазуымыздың салдарынан бір-бірімізді біздің бүгінгі баяндамамыздың тақырыбы қазіргі түркі тілдерінің жазуын бірлестірудің фонологиялық аталады. Менің аты-жөнім Көпбозынов Бекжан Көмекбайұлы. Кеңестік дәуір ыдырағаннан кейін түркі тілдерінің арасында қатынас құрал болған орыс тілі қазір өзектілігін жойып бара жатыр. Ал ағылшын тілі әлемдік тіл екені рас, бірақ түркі халықтарының ішінде қатынас құралы болмау керек. Біз түркі халықтары бір-бірімізді ешбір аудармасыз өзіміздің мәдениетімізді, тарихымызды орыс тіліне немесе ағылшын тіліне аудармастан бір-бірімізді түсінуге тиіспіз. Ол үшін бізге не керек? Әрине жазуымызды бірдей етуіміз керек. Жазуымызды унификациялауымыз керек. Қазіргі жаңа технологиялық прогресс, ғылыми техниканың дамуы, ақпарат тасқыны, қашықтық пен түрлі кедергілерге қарамастан тілдік коммуникацияның артуына алып келді. Өткен ғасырлардан бері түркі тілдерін бір арнаға тоғыстыру мәселесі қанша рет қозғалғанмен өз нәтижесін берген жоқ. Себебі неде? Себебі түркі халықтары бірдей сөйлегенмен әртүрлі жазады. Мысалы, сіздер латын тілінде жазасыздар, латын графикасында жазасыздар. Біз қазақ халқы кирилл графикасында жазамыз, және өзге тағы бір түркі халықтары араб графикасында жазады. Міне, осындай әртүрлі жазуымыздың салдарынан біздің тіліміз, бір-бірімізді түсінуіміз алшақтап бара жатыр. Ахмет Байтұрсынұлы, қазақтың көрнекті ғалымы, 20 ғасырдың басында былай деген болатын: біздің заман жазу заманы. Жазумен сөйлесу, ауызбен сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман деп. Байқап отырсыздар, жазудың соншалықты маңызды екен. Туыстас халықтардың ойлауы, тілдік санасы, тілдік бейнесі бір. Осындай діңгегі, тарихы, танымы бір, тілдер бір-бірінің ғылым мен мәдениет, өркениет саласындағы жаңалықтарын неге аударма арқылы қол жеткізу керек? Негізінде түркі тілдер бір-біріне ұқсас, жақын тілдер. 20 ғасырдың басында көрнекті қайраткер Нәзір Төреқұлов былай деген: оларына унификация керек. Өйткені бәрі бірдей сөйлейді, бірақ әртүрлі жазады. Осы 20 ғасырдың басында айтылған пікір әлі де өзінің өзектілігін жойған жоқ. Келешекте туыстас түркі халықтары латын графикасына өтетін болса, жазу таңбаларын бір-біріне унификациялауымыз керек. Егер де түркі халықтар бір жазуға көшетін болса, әрине ол латын графикасы болмақ. Өйткені өзбек халқы, сіздерге мен ризамын. Сіздер тәуелсіздік алғаннан соң бірден латын графикасына өтіп кеттіңіздер. Біз бұл мәселеде сәл кешеңдеп қалған жайымыз бар. Бірақ түптің түбінде барлық түркі халықтары латын графикасына өтуі тиіс. Себебі бір-бірімізді түсіну үшін бұл өте қажет. Келесі, бұдан сәл бір алға жылыстаңыздар слайдқа. Алдыңғы слайдқа. Мінеке мынау алдарыңызда қарап отырсыздар, латын графикасында жазатын түрік әліпбиі, Әзірбайжан әліпбиі және өзбек әліпбиі. Қарап отырсақ, түркі әліпбиі, Әзірбайжан әліпбиі бір-біріне өте ұқсас, өзбек әліпбиі де ұқсас.
бірақ тек осы жерде ш мен ч дыбыстарын өзбек әліпбиінде екі таңбамен берген. Негізінде бір таңба, бір әріп болғаны жазуымызды унификациялауға өте жағдай тудырар еді. Келесі слайдқа көрсетіңіздер. Келесі слайд. Міне. Мынау біздің қазақ ғалымдарының бірнеше жылдар бойы жасаған жұмысы. Егер алдағы уақытта түркі халықтары латын графикасына өтетін болса, осы латын графикасын өтуді біз ұсынамыз. Әрине бұл толық емес. Келесі соңғы слайд. Сөзімді қорытындылайтын болсам, жалпы түркі халықтары бір тілде сөйлеу үшін жазуын бірдей етуіміз керек. Ол үшін бізге мынандай алдымызда мақсаттар тұр. Орфография принципі, емле проблемалары, әліпбидің жетілдіретін тұстары, әліпбидегі төл және кірме дыбыстардың таңбалануы. Егер осы мәселелерді шешетін болсақ, халықтары баяғы сол бір туған, тарихымыз бір, тіліміз бір елге айналамыз, бір тұтас елге айналамыз. Рахмет баршаңызға.